Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина, менімен бірге өте шірінді, оңай әрі тез жасалатын тауық қанаттарының маринадын жасап көріңіздер. Дәмі енді сөзсіз керек. Тауық қанаттарын ең алдымен жақсылап жуып алып, осылай артық бөлігін алып тастаймыз. Оның үстінен үкіштен сарымсағымызды өткізіп саламыз. 2 ас қасық соя соусымызды, 2 ас қасық майонезімізді, 2 ас қасық кетчупымызды қосып, үстінен дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз да, бетін пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Маринадталған тауық қанаттарымызды алып, осылай әдемі етіп тізіп аламыз да, алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Дәмі енді сөзсіз өте керемет шығады, міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Барлықтарыңызға ас болсын, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар.